Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге бейнероликта $20 қалай күнделікті дивиденд алып отыруға осы бейнероликті көрсетемін. Бар болған бұл жақта бірінші бізге регистрация өту керек, и күнделікті бір түймені баса арқылы сіз интернеттен ақша таба аласыздар. Ең бірінші достар, регистрация өту үшін бейнероликтің астында сілтемені қалдырып кеттім. Кіресіздер, одан кейін регистрациясы өте оңай, логин ойлап табасыз, пароль ойлап табасыз, и регистрация деген түймені басасыздар. Кіргеннен кейін бұл жаққа ештеңке қарамай бірден ақша салу керек. Ақшаны салу үшін перезарядка деген түймені басамыз. Сіздің ақшаңыз қай биржада және де қай сетте жатқан таңдап алу керексіздер. Точнее, сетті TRS20 USDT, TRX, 220, BNB. Қай сет арқылы жібересіздер, соны таңдайсыздар. Мысалы, мен TRS20 USDT арқылы жіберемін, как всегда. И осы адрес кошельқа сіздер $20 жібересіздер. Счеттарыңызға түскеннен кейін, мына жақта Mining Pool деген түйме бар. Ол жаққа басасыздар да повышение деген түймені бір бас қоясыздар. Болды. Сізде повышение болады, и мына жақта 100% осы майнинг толған күтесіздер. Толғаннан кейін сіздердің аяқта будет собрано бөлімінде доходыңыз көрсетіліп тұрады, мына осылай сияқты. И сіздің аяқта получать деген түймені басасыздар. Болды. Бар болған күнделікті осы получать деген түймені басып отырасыздар, және де ақшаны шешіп отырасыздар. Ақшаны шешу үшін дом бөліміне өтіп, отзывать, және бұл жақта сіз веб20 USDT шеше аласыздар. Біріншіде өзіңіз адрес кошелегіңізді қоясыздар. Мен мұны қойдым. Мына жақта все деген түймені басамын. Пароль безопасности. Бастапқыда регистрация өткен кезде пароль безопасности жазамын. Ақша сәтті шығарылды деп көрсетіліп тұр. Енді бұл ақша міндетті түрде мен шотыма түсетін болады. Ал қалған күндері табыстар түсе ме түспей ме, менің телеграм группамнан бақылап көре аласыздар, достар. Және достар, бұл жақта сіздер партнерский программа арқылы табыс таба аласыздар. Ол үшін команда деген бөлімге өтесіздер, және де егер сіз өзіңіз жеке сілтемеңіз арқылы адамдар шақырып, олар депозит жасайтын болса, онда сіздерге оның пайызы доход ретінде түсетін болады. Белгілі бір пайызмен левелда. Ол жақтан қарап көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Әлібек. Келесі бейнероликта көріскенше.